Жапон қызын кездестіріп қалдым. Есіміңіз Мисаки, иә? Иә. Қазақ тілін қалай үйрендіңіз? 7 ай болды. Мен қазір қазынада қазақ тілін үйреніп жүрмін. Не себеп болды үйренуіңізге? Себебі мен Қазақстанды өте жақсы көремін. 7 жыл бұрын алғаш рет Алматыға келдім. Сол кезде қатты ұнады. Сондықтан бірінші орысша үйреніп бастады. Бірақ өте қиын және қазақтармен жақындап болу үшін қазақ тілінде үйрендіңіз. Несі ұнады сізге? Несі ұнады? Адамдар. Адамдар? Иә, қазақ адамдар. Қалай сізді, қандай? Өте мейірімді және қонақжай. Ал жапондармен қарағанда тезірек жақын болады деп ойлаймын. Қандай тамақтар ұнайды қазақ? Еш бармақ. Қазақ еті. Қазақ еті. Қазы? Қазы да ұнады. Қазір Айгүл деп атап жүр екенсіз өзіңізді. Неге Айгүл деген атты таңдадыңыз? Менің шынымның аты Мисаки. Ми деген мағынасы әдемі деген сөз. Ал саки деген гүл сияқты. Сондықтан әдемі гүл деген атты қазақ аттарымен іздеп Айгүл таптым. Болашақта Қазақстанмен не байланыстырады сізді болашақта? Мен қазір Жапонияда Қазақстан туралы ешкім білмейді. Сондықтан Қазақстан туралы көп адамға таныстырғым келеді. Рахмет көп. Рахмет сізге.